жайнаған, туған жер қымбат маған. Бүгінде қыраны самғаған жерім бар, бірлігі жарасқан мәңгілік елім бар. Мен сенің құдіретті атыңды жар салып, әлемге мақтанамын, отаным Қазақстан. Бірінде сый тартылған, көгінде күй шалқыған, жаз келсе жайлауыңнан жусанның иісін қаған. Еңселі еркін елем, жасқанам енді неден, тұғырдан түспесінші көк туың желбіреген, тұғырдан түспесінші көк туың желбіреген. Бүгінде қыраны самғаған жерім бар, бірлігі жарасқан мәңгілік елім бар. Мен сенің құдіретті атыңды жар салып, әлемге мақтанамын, отаным Қазақстан. Самғаған жерім бар, бірлігі жарасқан мәңгілік елім бар. Мен сенің құдіретті атыңды жар салып, әлемге мақтанамын, отаным Қазақстан. Бүгінде қыраны самғаған жерім бар, бірлігі жарасқан мәңгілік елім бар. Мен сенің құдіретті атыңды жар салып, әлемге мақтанамын, отаным Қазақстан. Әлемге мақтанамын, отаным Қазақстан. Бәрекелді. Алдарыңызда Аламан тобы, құрметті көрермендер. Төрлетіңіздер біздің Ақтастар ханға. Наурыз құтты болсын, қош келдіңіздер. Төрге жайғасыңыздар. Байқасаңыздар, біз бүгін сіздерге подтанцовка дейміз ғой, арттарыңызда. Демеу көрсетіп тұрдық. Жақсы билейді екенсіздер. Рахмет көп-көп. Наурыз құтты болсын, көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы наурыз мерекесін сіздің шаңырақтарыңызда қалай тойлайды? Әуел Наурыз мейрам құтты болсын, Ұлыстың күні. Енді Наурыз мейрам әр отбасымызда үшін мейрам. Жаңағы Астанада қанша күннің ауа райы салқын болса да, соған қарамай бәріміз бала шағамыз тай тұяғымызбен қалмай тойлап жатамыз. Бір ай тойлаймыз, 2 ай тойлаймыз. Анау сол мамыр айына дейін тойлап жатамыз. 22 наурызда сіздерді көбінесе отбасыларыңызбен емес, сахнада қарсылатын сияқтысыздар. Өйткені осы 22 наурыз күні алаңға шығып демалуға отбасымызбен шықсақ, сіздер сахнада боласыздар ылғида. Оның үстіне жалынның әріптесімнің сөзінің жаны бар, себебі наурыз мерекесінде дәстүрлі әншілерге, оның үстінде аспапта ойнаушыларға қызығушылық басқа күндерден ерекше артады, рас қой. Жалпы мерекеде өздеріңізді тыңдармандар, оқырмандар қайдан көре алады? Бүгінгі күнге жалпы наурыз мейрамына жоспарларыңызды айтып отырсаңыздар. Жоспар енді Астана қаласында қазір орталық алаңда, экспо алаңында үлкен концерт болып жатыр, таңертеңнен кешке дейін. Ол концерттің болғанына бір жұмадай болды. Сонымен қатар күллі Астананың айналасындағы ауыл аймақтардың барлығын қамтамасыз етіп жатыр. Осы ұлттық өнерде жүрген, жалпы қазақ музыкасында жүрген өнерпаздардың барлығы сол жаққа бөлініп сол жаққа барып, ел алдына, көптің алдына. Астана қаласының әкімшілігі және мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен болып жатқан шара. Сол көптің ортасында, көп елдің ортасында, халықтың ортасында өнерпаздарды әдейі жіберіп жатыр. Өзіміз кеше ғана 2 күн бойы Кереку, Павлодар өңірінде осы наурыз концертін беріп, сонда сол жақтың ауыл аймақтарын аралап, сол жаққа сол наурыз мейрамымен құттықтап, сол жақтан енді оралған бетіміз. Енді бүгін біздің төрімізге келіп қалған екенсіздер.
біздің наурыз көжеден, Таңшолпанның дастарханынан дәм татпай кетпеңіздер. Бәрекелді. Наурыз көжені көріп есіме түсіп отыр біздің бала кезімізде. Иә. Әуелі үлкен ақсақалдар, әжелеріміз ақ жаулық киген. Сол кісілер бастап ауыл аймақты аралап қыдырып бастайтын. Көрші үйден бастап Көрсіп Қажекейлерін бастайды. киіп киіп әдемі ою киім, үйіндегі не бар соның бәрін киіп алтын алқаларын тағып. Одан кейін орта жастағы адамдар сол кісілердің соңынан кететін. Ана кісілер сол үйге қонақ кіріп шығып келесі үйге кеткенде орта жастағы адамдар одан кейін кезек-кезекмен ең соңында біз балалар біз жүретіміз. Иә. Бір жабағы тайларымызды мініп алып көр жауылға дейін барып. Наурыз құтты болсын деп есікті ашып жауып тастады. Наурыз құтты болсын деп. Бауырсақ пен наурыз көжеден ауыз Сол кездегі елдің пейілін айтам. Мынау бала ғой, мынау жас қой, ештеңені білмейді ғой деп қарамайды. Есігін ашсаң болды. Қолыңды құр қол жібермейді, қалтаңды толтырады, иә? Қалтаңды кәмпит, печеньеға толтырып, қалтаңа бауырсағыңды салып, осындай құрт көжеден, наурыз көжеден ішкізіп жіберетін. Білесіздер ғой, наурыз көжені тауысып ішу керек, себебі барлық жаңағы ырыс құт береке осы наурыз көжеде болады деп әжелеріміз айтатын еді ғой. Иә, біз енді бүгінгі күннің жоспарын біліп алдық, иә? Иә. Бұйыртса экспода өтеді. Ал енді биыл Астана қаласының 20 жылдығы. Енді бұл Астананың эстрадасын, Астананың сахнасын елестетсек, сіз елестету мүмкін емес болып кетті, иә? Дұрыс айтасың, иә. Сондықтан да биыл 20 жылдыққа жоспарларыңыз бар ма мерейтойға? Жоспар бар, үлкен жоспар бар. Жоспар болғанда да қазір барлығымыз жабылып, соны бір жағынан уайымдап, екінші жағынан дайындалып жатырмыз. Мәкеңнің жолдасы Клара Төленбаева, қазақтың еңбек сіңірген өнер қайраткері, әнші, қазақтың дүлдүл әнші. Сол кісінің кеш өтейін деп жатыр, өзінің арнайы жеке кеші. Қазір үлкен дайындық соның үстінде. Одан өзіміз қызмет жасап жатқан президент оркестрі бар, соның үлкен концерті бар елбасының алдында. Соған дайындық үстіндеміз. Рухани жаңғыру мақаласы аясында болып жатқан үлкен дүниелер Астанамыздың 20 жылдығына байланысты. Осындай әуелгі осы сәуірден басталатын негізгі жоспарларымыздың бірі. Басы негізгі осылар. Ендеше көп күттірмей тағы да бір рет өздеріңізге қолқа салып. Тағы бір қонақ кәде сіздерден Қонақ кәде сұрағымыз келіп отыр. Дастархан басындағы ән бөлек қой, әлбетте. Қайсын айтамыз? Ақбұлақты айтайық. Ақбұлақ. Бірге айтайық, иә? Назерке билейді, мен ән айтам. Тынбай дала кезген шапқылап бар едім өзіңе бала кезден ақылап әнге қосып маңайды асып жатасың аттың жақтан аспанға шашып жатасың сенің келіп жағаңнан әкем атын суарған сенің келіп жағаңнан анам балай суарған айналайын ақбұлақ айналақтап жағаңда сенен артық үлкені бұл әлемнен табанба сенен артық үлкені бұл әлемнен табанба арудайын еркелеп мұңдыралған ақбұлақ айдың көкке ғашық боп күлдірлаған ақбұлақ сен болмасаң үргілеу ашылмайды ақбұлақ саған деген құмарым басылмайды ақбұлақ сенің келіп жағаңнан әкем атын суарған сенің келіп жағаңнан анам талай суарған айналайын ақбұлақ аймалақтап жағаңда сенен артық үлкені бұл әлемнен табанба сенен артық үлкені бұл әлемнен табанба шексіз жатқан жерімді сүйіп келіп жатасың ойыңдағы барыңды иіп беріп жатасың танбай кетсем далаңның атырамын ақбұлақ тынығыңа ойымды батырамын ақбұлақ сенің келіп жағаңнан әкем атын суарған сенің келіп жағаңнан анам талай суарған айналайын ақбұлақ аймалақтап жағаңда сенен артық үлкені бұл әлемнен табанба сенен артық үлкені бұл әлемнен табанба ақбұлақ Бәрекелді, көп рахмет. Нағыз мерекелік көңіл күй сыйлайтын орындау болды. Біздің көрермендеріміз бір марқайып, таңғы ұйқыларынан оянып, нағыз мерекені сезініп қалған болар. Көп рахмет сіздерге. Сіздердің ауыздарыңыздан бір тілектеріңізді алып қалсақ, енді бүгін мына күллі қазақ жұрты қарап отыр. Сіздердің ақжарма тілектеріңіз болса. Наурызға құттықтауларыңыз біздің көрермендерге, ұлттық арнаның көрермендеріне. Ал еркебұлан баста. Біз қостаймыз. Мына қазақ халқына баршаңызға наурыз құтты болсын.
дастархандарымыз осылай тек қана жыл сайын осындай кең, әдемі, мол болсын деп тілегім келеді. Әумин. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Әрқашан елімізде жаңарып гүлдене берсін. Еркебұлан жақсы айттық. Еркебұланды сәттілік тілеп қойыңыздар. Еркебұланның бүгін жүгерге бәйгеге қосылып жатыр. Өзі ат баптайтын сиыр жігіт. Соны айтпақпыз ғой. Үлкен Сәттілік. наурызда бәйгеге қосылып жатыр. Сәттілік. Енді ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Енді Самарқанның көк тасы ерген, қазаққа құтты күн, берекелі күн, күн мен түннің теңелген уақыты басталып жатыр. Сондықтан еліміз гүлденіп жайнай берсін, отанымыз тыныш, отбасымыз аман болсын, әр шаңырақта құт береке болсын. Еліміздің бірлігі мәңгі мықты болсын, Наурыз мейрамы құтты болсын. Әумин. Тілеген тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Сіздерге де отбасыларыңызға тек қана қуаныш, шаттық тілейміз, берекелі жыл болсын. Амин. Құрметті телекөрермендер, ұлыс оң болсын. Біз мерекелік хабарымызды жалғастырамыз. Тілшілеріміз әзірлеген бейне үзікті тамашалаңыздар. Ал сіздер Наурыз көжен тауысып қойыңыздар.